Кіші жүздің бас қолбасшысы Есет Көкеұлы кезінде Тәуке ханның кезінде бір шайқаста көзге түсіп мықты көтерілген батыр. 700 жылы Тама руының биі болады. 710 жылы сол Тама руының бас қолбасшысы болады. 720-740 жылы қазақтың жеріне жау шапқан кезде кіші жүздің бас қолбасшысы болған адам. Бұл кісі Тархан атағын алған адам. Тархан деген атақ ол орыстың мына фельдмаршалына теңестірілген. Жәнібек ханнан бұрын одан ешкім алмаған бұл атақты. Есет Көкеұлы 27 шайқасқа түсіп біреуінде де жеңілмеген. Атақты Табын руынан шыққан Бөгенбайдың күйеу баласы, Бөгенбайдың қызына үйленген адам. Бұл кісінің әкесі Көкінің өзі ұлы батыр болған, қазаққа танымал болған, қазақ арасында оны Таймас деген атақ қойған екен. Есет Көкеұлы өзі өлерде мені жерлегенде басымды шығысқа, аяғымды батысқа қаратып қойындар деген екен. Өлсем де қазақ жеріне келген жауды аяғыммен тойтарып отырайын деген. Біз бүгін Ақтөбедегі Бештамақ қаласында орналасқан Есет Көкеұлының мемориалына келдік. Ал біздер міне Есет атамыздың мемориалына келіп, арнайы музейіне келдік. Бұнда Абдуакир ағамыз. Аға, қош көрдік. Ассаламу алейкум, құрметті халқымыз. Міне бірінші Наурыз, ораза айымыз бәрімізге құтты болсын. Алла Тағала әр уақытта 12 айдың сұлтаны Рамазан айындағы ораза, құлшылық ғибадаттарымыз, дұғаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Алла Тағала әр уақытта Рамазанға жеткенімізді Алла Тағала барлығымызға нәсіп етсін. Мен Абдуахит Әбдікәрімұлы, Алға ауданының бас имамы, осы 25 жылдан бері қызмет жасап келеміз. Бізде мына қазақ елімізде мына батырлы, әулиелі, қасиетті жерлеріміз бар. Мысал келтіретін болсақ, Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи аталарымыз, Ақтауда Бекет аталарымыз, Ақтөбе облысында Есет батыр аталарымыз, Қобланда аталарымыз бар. Бұл енді әулиелік қасиеті бар, Алланың сүйген құлдары, Алланың бұл әр халқымызға әр уақытта өнегелі, абыройлы, әр уақытта ілім жағынан болсын, Аллаға деген сүйіспеншілік жағынан болсын, ел қорғау жағынан болсын, батырлық қасиетті орындары менен Алланың берген әулиелік қасиетті орындары. Ал енді мына бірінші көктем күніміз, қасиетті ораза айымыз, және де август күніміз барлығы сәйкес келіп отыр. Осы қуаныштарымыз әр уақытта осы қазақ елімізде дәстүрімізге және де салттарымызға ие болған халықпыз. Бұл түрк елінде де, түрк әлемінде де әр уақытта бұл шежіреге қарап, әр уақытта бір-бірлеріне ағайын туыстығы шежіреге бөлініп, әр уақытта өздерінің құрмет көрсететін халықпыз. Мына енді Есет атамыз негізі Тама руынан таралған. Бұл жеті рудан қолбасшысы болған. Енді келгенімізде Тама, Табын, Кердері, Жағалбайлы, Керейет, Төлеу, Рамазан, осы жеті рудың бұл тек қазақ елінде емес, ол Оренбургта, Астраханымызда, Саратовта, Россияда, Татарстанда, Башқұртстанда, Өзбекстанда, Түркменстанда, бүкіл елдерімізде бұл ұрпақтары таралған еліміз. Тама кіші жүздің руына кіреді. Бұл кіші жүз ата-бабаларымыздың қалған сөз бар: күш жүзге найза берді, жауға қой, орда жүзге таяқ берді, малға қой, ұлы жүзге қалам берді, білімге қой деген. Құрметті халқымыз, мен осы Ақтөбе облысы Алға ауданының бас имамы, және де осы әулиелі қасиетті жерлерге келіп, пайғамбарымыздың хадисінде келтіргендей зиярат етіңіздер, ахиретке дайындаңыздар деген, әр уақытта осы жерге бүкіл әлемден келіп атқан халқымыздың зияраттарын Алла қабыл етсін. Қандай да осы батырлық және тарихи амалдардан, шежірелерден сұрақтар туындайтын болса, әр уақытта жауап беруге біз дайынбыз.